Аналар мектебі каналының тыңдаушысы. Қош келдіңіздер бүгін тағы да. Бүгін мен қайтадан сіздермен бірге Ардақ Керімхан Аязбеков, дәрігер акушер-гинеколог, кеңесші, консультант. Сіздермен жүктілік жайлы, жүктілікке дайындық туралы керекті мәліметтермен бөлісуді жалғастырамын. Бүгін сіздермен көтерілетін тақырып ол жүктілік кезіндегі салмақ қосу ненің салдарынан болады, жалпы ұлғаюлардың барлығының қалай жүретіндігін түсіндіретін боламын. Осы мәліметтен құр қалмас үшін және де басқа да мәліметтерден құр қалмас үшін каналға жазыла келіп отырыңыздар. Мәліметтер қызық болады деген сенімдемін. Жүктілік барысында жүкті емес әйел ол басында мысалға 45 килограмм, 55 немесе 65-75 килограмм болуы мүмкін. Жүктілік барысында не көтеріледі? Салмақ көтеріледі жүктіліктің барысында. Қандай жаңағыдай ненің есебінен жүктілік көтеріледі деген сұрақ жүктілерде мазалайды. Осы сұрақ қайта қойылады. Бүгін осы сұрақты ширақтап айтқым келеді. Жүктілік кезінде мысалға 60 килограммдық әйелді алайық. 60 килограммдық әйел жүктіліктің соңына дейін 73 килограмм, 70 килограмм, 69 килограммға дейін қосады. Ол неліктен болады? Бірнеше факторлар бар. Жүктілікке дейін индекс массы тела деген болады. Ол сіздің салмағыңыздың бойыңызға шаққандағы индексті айтады. Бұл индекс жүктілік кезінде көтерілу керек. Яғни бұл табиғи қалыпты өзгеріс. Қандай жаңағыдай құбылыс есебінен көтеріледі? Жүктіліктің соңына қарай сіздің май және бұлшық ет есебінен 2,5-3 килограммға дейін шамамен көтеріледі. Ол әрине әр әйелде өзінің жаңағыдай жалпы қалпына қарай өзгеріс болуы мүмкін. Мысалы, кейбіреуде 2,5 килограмм, кейбіреуде 3,5 килограммға дейін деген сияқты өзгеріс болуы мүмкін. Бірақ шамамен 2-3 килограмм бұлшық ет және май қосылады. Бұл неге қосылады? Бұл жүктілік барысындағы организмде болып жатқан өзгерістер, бұлшық ет массасының көтерілуі, жаңа май массасының көтерілуі, ол кейін энергия көзі ретінде қолданылатын болады. Енді келесі, жаңа мышца мен майдан бөлек, ол ұрықтың өзі, құрсақ құшылық нәрестенің өзі, бұл жүктілік барысында қалыпты мерзіміне жеткен жүктілікте 3 килограммдық деп алайық. Кейбіреуде ол 3,5 да болуы мүмкін, 4,5 килограмм болуы мүмкін. Шамамен 3-3,5 кило нәрестеден қосылды дейік. Бұл нәрестенің қасында қағанақ суы бар. Қағанақ суы 1-1,5 литрге қосылады. Және де бала жолдасы, плацента деп айтамыз, немесе бала серігі деп айтамыз, ол 700 грамм, 800 граммға дейін болуы мүмкін. Және де жатырдың өзі. Жатыр ол организмдегі бір ерекше мүшелердің бірі. Ол жүкті емес кезінде 4-5 сантиметрлік көлемде болып тұрса, ал жүкті кезінде ол мынандай 3 килограммдық ұрықты ішіне, құрсақтың ішіне сыйдыра алатындай ұлғаяды. Яғни 20 есе ұлғайған жатыр 1 килограммға дейін бұлшық ет массасын қосады өзі. 20 есе ұлғаяды. Және де жаңа айтқандай сүт бездерінде де омырауда да өзгеріс жүреді. Әр омырауда ерекшелігіне қарай, мысалға үлкен омырау болуы мүмкін, кіші омырау болуы мүмкін, соған қарай 400 граммнан 1,5 килограммға дейін қосылуы мүмкін. Және жалпы жүктілік кезінде, мысалға жүкті емес әйелде қан көлемі 4-4,5 литр болатын болса, ал жүкті әйелде 6 литрге дейін болады. Объем циркулирующей крови деп айтамыз, ол қанның көлемі, айналымдағы қанның көлемі артуы мүмкін. Енді осының бәрін қоссаңыз, мысалға мынау 3,5 килолық нәресте, қағанақ суы, сонымен 10, 12, 13 килограмм сіз тек қана жүктілік есебінен қосасыз. Сондықтан, мысалға 60 килограмм болып бастаған әйел жүктіліктің соңына
70 килограммда болуы мүмкін, 73 килограммда болуы мүмкін. Көріп тұрсыз ғой, әжептәуір үлкен қосылыс болады. Енді осы өзгерістердің барлығы сіздің организміңізді босануға дайындайды, ұрықтың қажеттілігіне дайындайды, босанудың жаңағыдай табиғатын өзгертіп, денені өзгертіп, өзгеріс енгізеді. Бұл құрсақтағы нәрестенің өмірін және сіздің қажеттіліктеріңізді жабуға арналған өзгеріс. Енді сіздер түсінесіздер, что жүктіліктің басындағы индекс массы тела 20 болып басталса, ол уақыт өте өсіп, мысалға 25 болуы мүмкін, немесе 23 болуы мүмкін. Ол мүлдем қалыпты өзгеріс. Сіз одан қорқудың керегі жоқ, оған жаңа үркіп, немесе ол бір патология деп ойлаудың керегі жоқ. Ол қалыпты физиологиялық жүктілікті жаңадай алып жүруге арналған процестер.